Бисмилля демедің ғой. Балалар, бүгінгі жаңа тақырыбымыз энергия. Энергия деген латынның «е» деген әріпімен таңбаланады. Энергияның бірлігі ағылшынның әйгілі ғалымы Джеймс Джоулдың құрметіне Джоул деп белгіленген. Энергияның анықтамасы денелердің жұмыс істей алу қабілеттігін сипаттайтын физикалық шама. Оның түрлеріне тоқталатын болсақ, механикалық энергия, электр энергиясы, жылу энергиясы. Энергияны өзіміздің өмірімізбен байланыстырып мысал келтіретін болсақ, біздің бойымызда энергия бар. Біз оны тамақтан аламыз. Тамақ сатып алу үшін бізге не керек? Ақша керек. Ақшаға тамақ сатып аламыз. Бойымызға энергия жинаймыз. Жұмыс істейміз, ақша табамыз. Ақша, тамақ, энергия біздің өмірімізде бір тізбекті құрайтын болады. Екінші мысалымыз. Собери руки в замок. Теперь следи за молоточком. Покажи язык. Оскаль зубы. Руки на бочок. Указательным пальцем дотронься до кончика носа. Второй рукой. Открой глаза. Спишь хорошо? Я. Тебе нужно обследоваться. Қақпағын аш. Медосмотр ма? Я. Қолыңды бер. Ол қолыңды емес, ана қолыңды бер. Күте тұр. Алло, лаборатория.
Жігіттер тұрды ма? Жатқызында. Ана дубалды хирург бар емес па? Онда темірсызжы болады. Тұрам, тырс еткізеді. Моментально гулей Вася боласың. Жатпай ма? Тағы жібереді. Менікі жатқан жақсы болды. Шудардан уже ұйықтады. Ал ана медсестра ше, журнал толтырып атады. Ақ халатынан фигурасы көрініп тұрады. «53». Правее вставай. 51. Спортсмен? Тебе спортить не надо. Он қанша? 42. Менікі? Карточку посмотри. Мен тағы білесінші. Сегодня ничего, справлять не буду. Операции раньше были? Проходи к врачу. Ноги на ширине плеч. Рубаху подними, живот покажи. Штаны спусти, трусы сними. Выровнись. Руки на пояс. Руки на пояс. Выровнись, я сказал. Стань ровно. Остуди, иначе осмотра не будет. Адам солай тұрасың. Ей, Макс, адам қойшы тұрсаң. Ей, Макс. Қазір болады қойсайшы. Деньги біз кіреміз ғой. Макс, болды қойшы. Макс, қойсайшы. Макс, болды қойшы. Первый хирург шықса, ұят болады, білесің ба сен? Макс, что-то балықса болмаш деймін. Макс, болды қойсайшы. Қойшы, Макс. Ұят болады. Сен ба соңғы? Мен кірмейді шығармын. Жо, олай болмайды. Бүкіл кабинетке кіру керек. Не тұрып тұрма? Иә. Клиникадан кейін жатпаса, сол жерде стаканда су болады. Ішіне химикат қосылған. Ішесін, моментально жатып қалады. Ноги на ширине плеч. Рубаху подними, живот покажи. Штаны спусти. Трусы сними. Много вас там еще? Ровно встань. Біз балған стакан бар ғой? Стакан. Сол суботы қаным ішеді, соны бар ғой. Қалсылмашы.
Коктейль қалай екен? Айтшы, айтшы. есеп шығару жолдарымен инфекциясын, туберкулез ауруын тудырушылары, гепатит, глистердің жұмыртқалары және тағы басқа. Жапон ғалымдары асқазан обырының тудырушысы хеликобактер пилорийдің бактериясы тарақанның зәрімен таралатын тұжырымдайды. Егер сіздің үйіңізде тарақандар бар болса, ғалымдардың пікірінше сіз бұл бактериямен инфекцияланғансыз. Егер кімде-кім анау сүлімдіктен тиын жинайтын болса,
Не қасына келіп сөйлессе, дәл сол сілімдіктей боласыңдар. Ертең айтпады демеңдер. Қолды алыспаңдар. Көріңдер ана суды ішкен. Түсінікті ме бәріңе? Онда боссыңдар.
Менің үлкен қызымның ұлы ғой. Маған тастап кеткен. Өзім асырап өсірдім. Күнде кешке жуынады, кейде 2 рет ғұсылын алады. Үстіндегі киімін 2 рет киеді де қайта жуады. Мүлде күлмейді. Бір нәрсені ойлап, шұқылап жүреді. Бұл балаға не болғанын білмеймін. Ал, мен сөйлеймін. Я Құдайым, оңлай көр. Ақсарбас қойдың құмалағы болсаң, пайғамбар ашқан бал болсаң, ақ сөйле жарықтық. Сегіз бұл ма? Салам. Мен атым Мерсайын болады. Қаладан келдім, енді сендермен оқимын. Сен атың кім? Аслан. Қазір қандай сабақ? Тарих па? Таңертең келіп, тәтемен расписание жазып алғанбыз. Сол тәтемен жылдың соңына дейін боламын. Кейін қайттан қалаға қайтамын.
Негіз ата-анам ажырасайын деп жатыр. Бірақ маған бәрібір. Өстік қой. Сендер әлі мынаны пайдалансыңдар ма? Иә. Біз баяғыдан слайд-шоу қолданамыз. Мектеп қалай, жақсы ма? Қыздар жағы ше, қызың бар ма? Сен өзі кіммен отырасың? Өзім. Сен мен отырсам қарсы емессің ба? Апайлар қарсы болса басқа жерге отыра салам. Кесірткені көрсетесің ба? Сендер мен бар істейсің ба? Ақылың бар ғой өзің? Бағынбайсыңдар ма? Бағынбаймыз деп айтыңдар. Кешірім сөйтіп қызға соттың ма? Дони, алып кетші. Сендеш? Нормальный проблема сөйлегің келе ма? Онда түсіншілікпен қарау керек. Уақытысында әкелу керек. Мен кезінде үлкен қоңырауда братандарға 1000 емес, 4000 туаттым. Сендер өйде буфетте жүруші едіңдер. Білеміз. Түсінеміз. Ертең бұл қайталана ма? Жоқ, қайталанбайды. Ертең бұл қайталанса, мұнда атмосфера вообще басқаша болады. Бар кетіңдер. Ой, Шек, сен қашан тапсырасың? Өткен апталардың ақшасы қайда? Менде жоқ, қайдан табамын? Жизнягасы, шиголдарын қыз. Бас аяғың бар, тілің жоқ па не? Олар кішкентай ғой, әке-шешесін ескізеді. Мәди, бұл сенің проблема. Міне жігіттер уақытында әкеліп жатыр. Ешқандай проблема. Осы сен неге проблемаң көп? Менде жоқ, мамамнан сұраймын, ұлыққа барамайын. Мал, шиголдарын қыз. Шиголдар бар сенде ол үшін. Болат аяғыма ұра бермесін. Ауырады ма? Онда әкем. Мектепті қойшы Болат брат, ауырады. Не шыдайсың, не тиін әкелесің. Ганди көзі тірі кезінде Ұлыжан титулына иеленген. Ганди зорлықпен күресті. Зорлықпен күрес тек мықтылардың ұстанымы ғана емес, олардың қаруда болып келеді деді. Ол айтқанына қай жерде жанжал пайда болса да, қаншалықты жауың өштесіп тұрса да, оны махаббатпен бағындырыңыз дегені. 1947 жылдан бастап Үндістан өз тәуелсіздігін алды. Кейін Үндістан мен Пәкістан болып екіге бөлінді. Ганди үндістер мен мұсылмандар біріккен Индияның астында бейбіт өмір сүруді ұстанушы болды. 1948 жылдың 13 қаңтарынан бастап қан құйылысты тоқтату мақсатында аштық жариялады. 5 күннен кейін партия жетекшілері күресті тоқтатуға уәде берді. Ганди аштықты тоқтатты. Бірақ 12 күннен кейін Махатма Ганди өлтірілді. Ол өлер алдында қолын кеудесіне басып, қылмыскерді кешірдім деген белгі берді. 2007 жылдан бастап Махатма Гандидің туған күніне орай халықаралық зорлыққа қарсы күн жарияланды. Мына біздің арамызда ол жерден сақтанған ешкім жоқ. Бүгін мен, ертең сен. Ол жердегі бауырларға көмек беру мейірімділікке жатады. Сондықтан жігіттер мейірімді болуымыз керек. Жинайсыңдар ма, жинамайсыңдар ма, өз жүректеріңіз. Қинау жоқ. Мынау сияқты жылаңыз құлағанша ауыр барыс жоқ. Сотканы әдемі қыздардан сепсің ғой? Бола. Қалай жағдай? Әңгіме жоқ, от души. Жоған, балалар сомнение ұстап жатыр. Ақша қайда кетіп жатыр деп. Сенде де сомнение бар ма не? Жоқ.
Ал енді бүгінгі біздің тақырыбымыз атыс дайындығы. Біз бұл тақырыпта атыс негіздері, қарудың материалдық бөлігі және оқтың құрылысымен танысамыз. Ал енді оқтың жұмыс құрылысы капсулден, гильзадан және де оқтан тұрады. Және бұның ішінде дәрілік заряд болады. Ал енді оқтың жұмыс істеуі. Капсулге жалын. Капсулге соққы болған кезде бұл жерден жалын пайда болады. Осы жалынның көмегімен дәрілік заряд жанады. Дәрілік заряд жанған кезде бұл жерде өте жоғарғы мөлшерде газ пайда болады. Осы газдың көмегімен оқ оң арнасынан ұшып шығуға немесе атылуға себеп болады. Балалар шақырып жатыр. Ерсайын. Болат. Қаяқтан келдің? Қол жібер. Қаладан келдің бе? Қол жібер дедім ғой. Біздің бағат қағыр білсін дейді. Кімді? Хақты. Бардым. Ақжамыз өткенде бұл жайлы сөйлесіп едік қой, сен неге тыңдамайсың? Мен хиджабсыз жүре алмаймын. Неге? Мен мұсылманмын. Ақжан, біз бәріміз мұсылманбыз. Бұл мектеп, білім ордасы. Бұл жерге сен мектеп формасын киіп келуге тиістісің. Мектеп формасы маған қорған бола алмайды. Мектеп формасы сен неден қорғау керек? Ластықтан, жеңіл жүрістен. Құранда әйел адам еркектің нәпсісін оятпау керек деп жазылған. Мен хиджабсыз жүрсем, ұлдар маған тесіле қарайды. Ақжан, өйткені сен сұлусың. Сұлулық Алладан. Мен оны қорғауым керек. Мамам пол жуа ма? Иә, бірақ болмашымыз мектепте бәрімен мазақтайды. Ғой Аслан, сен негізі түсіп жігітсің. Бірақ анада Болат айтқан, сенімен сөйлеспесін, қолымды да алмасын деген. Егерде сөйлесіп тұрғандарын көрсе, бәрінді өлтірем деп айтты. Сықайнепті Болат аяғымын қат депті. Аямай көрген сайын осы жерін тебе береді. Уже бір ай болды осы жағы кетпей уже. Мынау туфымен қалай жүрсің? Бар ғой менде кроссовка. Nike фирменный. Алматы қаладан әкеп берген. Бірақ мен оларды кимеймін. Неге? Сосын киемін.
Болат тартып ала ма деп қорқам. Аяғына соққы өтіп кетпесін. Жарайды, ананы суын ауыстырып беру керек еді. Если что, сен осында боласың ғой? Ешқашан шешпе. Сені әрқашанда қорғап тұрады. Сен тамақты неге оралайсың? Сендерге қанша рет айтам? Сен қайтып моншада болдың ба? Денені тазалау керек. Ертесімен суға бар. Судың бәрін бітіріп қойыпсың. Күні кеше толғана жүзін еді, сиқыры қара наркес көзін еді, мап майда мамық қарда месіз денен, бене бір бақшадағы өлім еді, жел тимей кірсіз тұрған кезін еді, жандыға жақсы дәру сөзін еді, басып кеткен пайғамбар іздеріндей.
Красавчик. Бәрі жақсы ма? Шигола жылап қанышты. Тақа, түйгілер шоққа бөлек жинап жүр. Ол неменеге жинап жүр? Сол бая греф. Біз оған айттық қой біздің мектептен жинамасын деп. Біздің старшактардың ешқайсысы отырып жатқан жоқ. Бәрі ойлады. Есіне түсір, біз саған талай рет айтқанбыз. Кімге жинасаң, ертең сол адам сияқты боласың. Әлде отырғың кеп тұр ма не? Жоқ, егер ол жаққа түссеңші, поддержка керек емес пе? Біз онда бармаймыз. Пландарымыз басқа. Выпускнойымызға таяп қалдық. Содан кейін бұл мектептен кетеміз. Анда-санда үлкендеріміз сияқты келіп тұрамыз. Оқуға түсеміз. Бізден кейін бұл мектепке біреу қарау керек қой. Старшактар достойный жігіт болсын деп жатыр. Сені қойсақ па деген ойымыз бар. Смотрящий ме? Бүкіл мектеп? Сен өз сменаң жақсы ұстап келе жатсың. Кейде бізден де артық жинайды. Келесі жылдан кейін мектеп сенікі. Сен бала, бірақ төтпей жатып, неге төбелес бастап жүрсің? Сабақ үстінде төбелес, ол не деген масқара? Қалаған орныңа отырдың, мейлі дедік. Әлде қалада сендерді осылай тәрбиелейді ма? Отыр орныңа. Балалар, біз бүгін сендермен дөңгелектің ауданын табу формуласын қорытып шығарамыз. Біз енді бұрыннан білеміз. Мысалы, егер де көпбұрыш бірнеше көпбұрыштан тұрса, онда сол көпбұрыштың ауданы сол көпбұрыштардың қосындысынан тұратын. Енді дөңгелектің ауданын табу үшін біз дөңгелекке дұрыс көпбұрыш қоямыз. Енді сол көпбұрыштарды белгілейміз. А1, А2, А3, сөйтіп ең көпбұрышқа бөлейік. Енді қарап тұрсаңдар, мына жерде үш бұрыш шығып тұр. Центр О нүктесін белгілесем, онда үш бұрыш А, О, А1, мені А2 деп белгілейік. Олай болатын болса, осы үш бұрыштардың ауданын табуды біз бұрыннан білеміз. Үш бұрыштың ауданы 2-ден 1, мына жерде А1, А2 көбейтілген А2. Ал егер де тура осы сияқты мына жерде тағы да үш бұрышқа бөлетін болса, онда 1, 2, бірнеше үш бұрышқа бөлімізге болады. Онда осы көп бұрыштың ауданы, осы әр үш бұрыштың ауданы қосындысына тең болады. Жатқанды ұруға болады. Қан, мән, бәрібір. Жеңілдім демейінше төбелес жалғаса береді. Түсіндіңдер ма? Бастадық. Вот, давай, жұртсың. Жағын айналдыр. Жұрт, Була. Жігіт боп гауһар тастай асыл болса, әлсізге жаны кілең ашыр болса. Әрқашан жігіт сондай тәуір болмас, не пайда шүберекте жасыл болса. Көзі де, көңілде соған қараңғының, несі адам түк білмейтін масыл болса. Нәркескен қайрылмайтын қылыш болса, мінез, ақыл, өнер дұрыс болса. Бір сырлы 8 қырлы болса жігіт, шырқатат тілі майда жүріс болса. Ақылды, сабырлы ер деп соны айтамыз, еткені берекелі жұмыс болса. Бұл айтқан ақылында жалған бар ма? Көріңдер миға салып бұрыс болса. Судорога ұстап қалды. Тап қалды. Макс, көресің, Макс, бізге, Макс. Макс, көресің,
Арсен. Сен қалада болдың ба? Бұл жерге келер алдында хайпланға кіріп шыққанбыз. Анам мына карточкаға көп ақша салып берген. Бұл карточка арқылы кез келген аттракционға отыруға болады. Хайпланға кірсең бәрін ұмытасың. Атмосферасы өзгеше, өзіңді бақытты сезінесің. Барлық адамдар бір-біріне кішіпейіл. Күшті киінген әдемі қыздар көп. Осы жерден кеткен соң қайтадан хайпланға барам. Мағжан, үйге ме? Иә. Бізге бір жаққа емес пе? Бірге барайық. Қолың шебер болса да, ойыңда не бар екенін қайдан білейін? Қалайсың Асыл? Есімесе әпкем әкіп берген жаңа туралы айтедім ғой. Есіңде ме? Міне, көрдің ба? Киікпен. Өтен қалып, футбол ойнайсың ба, баскетбол ойнайсың ба, өзің білесің. Секіресің, ұшасың ғой, мына кроссовкаң бар ғой. Қаш, өтен қалып, билейсің, достармен қыдырғанға шығасың. Бұл кроссовкаң бүкілі мақтайды. Қаш. Мен саған біраз көрсетейін, қандай екен. Мына табанын көрдің ба? Табаны гелевый. Ал мына жерде жалпақ табан сақтайтын ступинаторы бар. Тігістерін көрдің ба? Тігістерін чисто қолдан тігілген. Және чисто таза ыңғайлы, чистый кожа ғой. Кет. Бұндай. Не? Кет. Сен точно қуат екенсің ғой, я. Сабағың қалай? Жақсы. Тамағың іштің бе? Иә. Әже, адамның түсімі сөйлей аға ма? Сөйт жұмақтаған. Шықам! Сука. Греф синема дедік қой саған. Жарайсың, тез шығардың. Сен облыстық олимпиадаға дайындамаймыз ба? Физика спорт емес. Сенде физика деген не? Жарайды балалар, сабағымызды ары қарай жалғастырайық.
жарық адамдардың айналадағы нәрсені көруіне мүмкіндік беретін энергияның бір түрі болып табылады. Алайда көру арқылы ғана біз қоршаған әлемді танимыз. Көру мүшесі біздің көзіміз. Көз өзінің құрылысы жағынан логикалық жүйе ретінде қатарластарға өте ұқсас. Бірақ көздің логикалық жүйесі әлдеқайда бөлек. Суретте көріп тұрғандай біздің көзіміз ми және жүйке жүйесімен байланысқан. Адам көзінің диаметрі 25 сантиметр болады. Көз құрайтын қасан қабақ, көз бұршағы, шынық тәрізді және оптикалық күші. Тағы, брат, мен оған жинап жүрген жоқ. Алдама. Оны айтуынша сен өзіне апарып жүрсің ғой оған ақшаны. Ей, біз сен не үшін қойдық? Басқаларға жинау үшін ба? Онда барып басқа мектептерге жинасайшы. Жохан біздің мектеп бітірді ғой. Не? Ей, тыңда мен. Жохан ақшаны біздің общакқа лақтырмайды. Бір қайдағы бір зонаға. Сөйлейсей? Ойындайын, брат, кінәлім. Екінші жыл қайталанбайды. Шоқанды тағы бір рет біздің мектептен көрсек, сенің басыңша түсіндің ба? Біз осы мектепте болғанша ешқандай греф болмайды. Естіп тұрсың ба? Старшактарға бұл әңгімені айтпаймыз. Кеше сен жайлы әңгіме қылдық. Олар қарсы емес. Бірақ сен әдемілеп тұрып жинап беру керексің дейді. Қанша жинау керек? Максимально. Түсініп тұрсың ғой? Осы мектептегі болашағын шешіледі болға. Түсіндің ба? Болды онда, боссың. Давай. Мадиді ауруханаға алып кетті. Аяғы ысып кеткен. Соны осы мектепте кім ұрып жүр? Жап-жаңа аппақ кроссовкамен мектепке кетіп еді. Бірінші сабақтан кейін үйге жетіп келді. Өңі құп-қу болып кеткен. Аяғында біреудің ескі туфлие. Жатып қалды да тұрмады. Врачтар келіп көгерген аяғын көріп, қалаға ауруханаға бармаса болмайды дейді. Аяғын кесіп тастауы мүмкін. Гангрена болуы ықтимал. Аяғын кесе ме? Була, брат, 10 класстағы Сәкенді білесің ғой? Сол менің әпкеме тиісіп, бүкіл кластың алдында позорын шашты. Жай ғана сабақтан қашып кетті деп айтқан үшін, сен ойсаң қызсың деп дәптерлерін мусоркаға тастаған. Брат, онымен сөйлеш, енді әпкеме тиіспесін. Сәкен бүгін жиналысқа келді ме? Иә, келді. Жарайды, сөйлесем. Бірақ сен де әпкешкені айтып қой. Басқа балаларды шаруасы болмасын. Иә. Брат, 9 класстағы Әсет бар емес пе? Иә. Сол менен қыста бір перчатка алған. Жігітше қайтарам деген. Әлі қайтарған жоқ. Қазір қандай мезгіл екен білесің ба? Көктем. Не істейсің ол перчатканы көктемде қолың сасытып? Түсінші, брат. Бұл принцип қой. Қандай принцип? Не, бауырыңа принцип ұстайсың ба?
Ол пить жатқан мен алсам маған да принцип жасайтын шығарсың. Қазір айтсам ұрсасың. Не oldu айта бер. Математикадан 2 алып қалдым. 90-дыққа 3 шығайын деп жатыр. Енді не істейін? Бар сабағыңды оқы. Мұғалімдермен сөйлесіп, бағаны түсіп бере алмайсың ба? Үйге қайтпайсың ба? Сабақ өтті емес пе? Тамаққа жүр. Қаймақ тартып қойдым. Бізге марганцовка бар ма? Не үшін? Химия сабағына. Болады, қосықтың берші. Түгел. Түгте тірліктерің ғой. Бүгін маңызды күн.
Секір, секір. Секір, өзі қояды. Терең демал. Ақшам баяғыдай маған немесе Максқа тапсырасыңдар. Макс бірін сақтан кейін бастап жинайды. Сұрақ жоқ па? Жоқ. Онда боссыңдар. Чарльз Дарвин Бигл кемесімен Сантьяго аралына келіп зерттеу жұмыстарын жүргізді. Чарльз Дарвинді сол жердегі құстар қатты қызықтырды. Олар әр түсті және әртүрлі болса да, ол құстардың ата тектері бір екенін байқады. Яғни Дарвин жаңа теорияны ашты. Эволюция барысында тірі организмдер табиғи сұрыптауға ұшырайды да тіршілік үшін күреседі. Күрестен жеңген ең мықтылар өмір сүре отырып, тұқым қуалаушылық барысында әрі қарай дамиды. Жақсы отыра ғой. Енді Чарльз Дарвиннің ілімін жалғастыра отырып, зертхана Отырыңдар. Бер қараңдар, сабақты бөлгеніме кешіріңдер. Бүгіннен бастап мына оқушы осы сыныпта оқитын болады. Бұл жігіттің үлгерімімен әзірше мақтан алмаймыз. Бірақ осы сыныпта өзгереді деп үміттенеміз. Бақытжан, сен ана Асланның қасына отыршы. Сен Ақжан деген бізде жақсы оқитын қыз бар, сол қыздың қасына отыр. Менің қасыма отырғанын қаламаймын. Ақжан, бұл жерде бір емес екі мұғалім тұр, сенің мұның не? Мен өз ойымды айтуға құқылымын. Өз ойыңды студент болғанда айтасың. Үлкен кісілермен қалай сөйлесесің сен өзің, а? Тағы мұсылманмын дейді. Мұсылманға мұндай қылық, жат. Сабақтарыңызды жалғастыра беріңдер. Чарльз Дарвиннің ілімін жалғастыра отырып, қазір зертханалық жұмыс жасаймыз. Жұмыс барысында сендерге алдын ала стакан беріледі. Сол стаканға әртүрлі ортадан алынған суларды құя отырып, ол суға шымтезер, қи салып, судың құрамындағы бактериялардың табиғи көбеюін микроскоп арқылы анықтаймыз. Қазір ортаға кезекші шыға қой, мына стакандарды таратып береміз.
сілімтік не істеп жатсың? Шығып кет класс. Болады, отыр орныңа. Апай мынау құсып жатыр ғой. Отыр орныңа. Апай құсып жатыр ғой мынау. Шығып кет сілімтік. Шық класстан. Отыр дедім ғой. Апай енді құс. Ал сана не? Шығаш класстан. Сілімтік шық деп жатыр мен саған. Сілімтік. Анау сілімтікке тұрып берем дедің ба? Айттың ғой қасына жолама. Қасына жоласа сындырам дедің ба? Айттым. Бүкіл мектеп қасқарам дедің ба? Айттым. Енді өзіңнен көр. Сен де сол сілімтік боласың. Сенде ақшаң бар ма? Қалаға жетіп Хэппилонға барайық. Көп ақшаң керегі жоқ. Тек жолға жетсе болды. Автовокзалдан автобусқа отырамыз. Бір пересадкамен Хэппилонға жетеміз. Сонда кірсең бәрін ұмытасың. Адамдардың бәрі бақытты, әдемі. Киноға барамыз. Қыздармен танысамыз. Аттракционға карточкам бар. Екеумізге молынан жетеді. Кеттік. Жүруге дейін шығарып салам. Бола. Макс. Бола, шығар. Гол!
Протокол осмотры боюнча кылмыш жасалган кабинеттен, яғни сіз жетекшілік атқаратын сыныптан оқу патрон табылды. Одан басқа криминалисттер қарау барысында қан іздерін тапты. Енді сіз қазір 3 күн бұрын не болған есіңізге түсіріңіз. Өткен дәл сол күні Нұрбеков Болат үйіне қайтқан жоқ. Оқушылардың айтуынша Болат жаңа классқа ауысумен 2 баламен жанжалға ұшыратты. Және өліктің мойнынан автокарандаштың грифелі суырылды. Ондай грифельді көп балалар көп қолдана бермейді. Автокарандашты сіздің сыныбыңызда кім қолданады? Соны есіңізге түсіріңіз. Тергеу жүріп жатыр ғой? Жүріп жатыр тергеу. Нешінші класстың оқушылары сұрады? 7-8 сыныптың оқушылары. 7-8 ғана емес, жоғарғы сыныптың 10-11-лердің бәрін сұрады. Әсіресе қыздар жағы. Қыздар көп нәрсені байқап қалады. Демек, соғысқа арналған патрондарыңыз жоқ? Жоқ, тек оқу жаттығуларына арналған патрон ғана. Жаттығуға арналған патрондарды қайда сақтайсыз? Подсобкада сақтаймын. Соңғы кездері оқушылардан біреу кірді ме? Жоқ, ешкім кірген жоқ. Мен ешкімге рұқсат бермеймін. Екеуі бірге кірсін ба? Жоқ, бір-бірден. Мерсайын, сен краслан отыра тұр. Аслан, кел отыр. Сенімен сөйлесті ма бүгін? Иә. Не жайлы сұрасты? 3 күн бұрын не болғанын сұрады. Оқушылардың айтуы бойынша биология сабағында сол күні саған жамап қалды ма? Мерсайын сол күні сен оны үйіне дейін шығарып салды деді. Солай ма? Иә. Мерсайын сол күні жекпе-жек төбелесті ме, әлде балалар жабылып ұрып тастады ма бұны? Білмеймін. Сонда сен үйіне дейін шығарып салғанда саған ештеңе айтқан жоқ па? Мен сұраған жоқпын. Бүгін геометрия сабағы болу керек емес пе? Иә. Геометрия дәптерін көрсетті. Осы сызбалар сызған қаламын көрсетші. Бұл карандаш емес. Осы сызбалар сызған карандаш қайда? Мерсайын, сен таптың ба қаламыңды? Қан екеуінің шалбары мен аяқ киімінен табылды. 132 мен формалитет. Екеуін? Иә.
Аға үйге звондауым керек еді. Костюм шеш. Әкел бер. Шеш на костюм. Жылдам. Шен алған жоқ па? А? Түймеңді ал. Ақ түймеңді. Бол. Мынау не мынау? Шығар бер, шеш. Шеш деймін саған. Шеш, үйде жүрген жоқсың. Шеш бер қай. Шеш деймін саған. Қасарыспа, таяқ жеп қаласың қазір. Шеш бол. Шеш. Бол шеш жолы. Шеш деймін саған, қазір шықпайсың. Әгіл бар. Төртке қама. Екіншісін ше. Кеше масы өте бөліс болған. Бірде бір камера болсын біз. Екеуің бір камераға қалай қамайсың? Енді мен үйге кетпейтін шығамын. Жүріңдер. Бол жүр. Қылмыскер жаттығуға арналған патрон болатын білген жоқ. Қаласты выстрел болған. Ол бала шошығаннан шабуыл жасаған. Шабуыл барысында қолына түскен бірінші карандашты алып соққы жасаған. Кейін өлікті пожарный мотокқа орап, люкқа түсірген. Қалай болған, не болған, оның бәрі түсінікті. Мәселе, сол екеуінің қайсысы өлтірген анықтау керек жігіттер. Өткен екеуінің бойынан да қан табылды. Екіншіден, екеуінде де жоғалып кеткен ұқсас грифельді автокарандаштары бар. Үшіншіден, олар Болатты өлтіруге нақты себептері бар. Қорытындылай келсек, жігіттер, бізде 48 сағат бар. Істі прокуратураға тапсыруымыз керек. Сен бұны өлтірген? Жоқ. Болат оны класстың көзінше боқтап, мен оны аядым. Сосын сабақтан кейін жекпе-жек төлесін деп балалар жағылып ұрды ма сені? Достар болмаса Болаттың әлі жетпейді маған. Содан кейін Аслан сені үйіне дейін шығарып салды деп айттың. Иә, жарты жолға дейін. Сосын ол қайда кетті? Үйіне. Мүмкін ол теріс бұрылып мектепке кеткен шығар, қайдан білесің? Жоқ, үйіне қалай кеткенін көрдім. Күмән жоқ қой? Жоқ. Мырсайын, сенде улика деген толып жатыр. Біріншіден сенің бойыңнан қан табылды. Екіншіден сенің карандашың табылмады. Мүмкін сол карандаштан Болат өлген шығар. Үшіншіден сен Болат екеуінің араларында ашық конфликт болған көптеген опростар дәлелдейді. Және сен жаңа айттың, Аслан үйіне кетті деп. Яғни Болатты сен өлтірдің. Шындықты жаз. Бір-екі аптаға психушкаға жабамыз да, состояние аффекті өлтірдің деп жібере саламыз. Ауылдан қалаға көшіртіп, условный срокпен жүре бересің. Мирсайын, кейін мен саған көмектесе алмаймын. Жаз. Жоқ, аға, жазбаймын. Мен оны өлтірген жоқ. Биология сабағында Болат сені кемсітті. Сол үшін Мирсайын саған жақтасты. Сен үшін Мирсайын балалардан таяқ жеді. Мирсайын сен досың ғой? Мирсайынның әке-шешесі қаладан келіп, қазір оны алып кетті. Неге дейсің ғой? Ол саған қазір заявление жазды. Сен өлтірдің деп,
бұл істе куәгер ретінде өтіп жатыр. Ақ қағазға сен Болатты қалай өлтіргенің жайлы бәрін жазып бер. Ертең сотта бұл ақтық сөзің сені жазаңды жеңілдетеді. Мен оны өлтірген жоқпын. Екең өлтірдіңдер ме? Айтасың ба жоқ па? Айта бер. Ол апта сайын ақшаны тапсырып отыратын. Сонда Болат ақшаны жинап, мектептің старшактарына ақшаны апарып жүрді, солай ма? Я Болат ол тіректе істейтін. Сен Құдайға сенесің бе? Мына сенікі ме? Иә. Бұның ішінде не бар екен білесің бе? Бұның ішінде дұға бар. Сол дұғаның ең жоғарғы жерінде аса құрметті, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын деп жазылған. Алладан шын пейіліңмен кешірім сұрасаң, Аллах бүкіл күнәларды кешіруші. Біз де сені кешіреміз. Сен өз-өзіңе көмек беруің керек, Аслан. Мектептің рекетін тоқтатуға үлесіңді қосқан үшін жазаң жеңілдейді. Сен ісіңді мойындасайшы. Мен оны өлтірген жоқпын. Соз қолыңды. Соз. Тік ұста. Соз. Көтер жоғары. Тік ұста. Көтер, көтер. Соз, тік ұста қолыңды. Көтер деймін саған. Көтер. Тік ұстап тұр. Көтер қолыңды, тік ұстап тұр. Тік ұста деймін қолыңды саған. Көтер. Тік ұста. Соз. Соз қолыңды. Тұр деймін саған. Көтер қолыңды. Бол жылдам. Көтер, көтер. Көтер деймін, Бол көтер. Көтер. Тік ұста қолыңды, соз. Көтер, соз қолыңды. Тік ұста. Көтер, көтер қолыңды. Тік ұстап тұр деймін саған. Тұр. Тұр деймін саған. Ал кітаптың бәрін. Бол жылдам. Тік ұста. Соз. Алға қарай соз қолыңды. Соз тағы да. Ұстап тұр тік. Көтер тұр. Жоғары көтер. Көтер деймін жоғары. Аға бұл мен емес. Кімді алдайын деп тұрсың?
Онда кірер алдында үлкен ақ киінген әйел тұрады. Оның артында фонтан бар. Түнде сол фонтан айналасындағы ағаштармен бірге түрлі түсті болып жанады. Бірінші қабатында қымбат киімдер сатады. Екінші қабатында неше түрлі тамақтар жеуге болады. Сол хапилонға карточкам бар. Естіп тұрсың ба, Аслан? Мынаның жатыр шалжи. Әкең үйдің төрінде жатсың бе? Тұр! Тұр! Түс бір қарай. Тұрен басты бұлдың. Тұр, саған тұрып жатсың ба? Басты бұлдыр деймін. Оян, ұйқыңды аш бол. Егер бұл екеуі өлтірмеген болса ше? Басыңды қатырма, жұмысымыз сол. Тарих мұғайын болып жүре беруім керек еді. Бәрі дырылдайдың қолында ғой. Тез бол, бізді күтіп қалды. Мірлен қайда? Киіміңді ки, уақыт жоқ.
Болат өздерінің достарымен сен ұрып кетті деп айттың. Иә. Қай жерде? Далада. Дәл төбелес болған жерін айт. Мектептің артында. Мына сен карандашың ба? Иә. Дұрыстап қара. Иә, менікі. Сонда түсіріп алған шығармын. Маған сенің бірақ нәрсе керек. Болат өлген күні Аслан сені шығарып салған кезде үйіне емес, мектепке жол бұрт деп жазсаң болған. 5-6 сағаттан кейін мен сені босатамын. Келістік пе? Жігіттер, бір камераға отырғызып нелерің бар? Бастарын қақпай ма? Енді соның баған не алды дейсіңдер? Камералардың бәрі осы емес. Қатақтардың жанына отырғызбай ма? Бір амалын ойластырайық. Анауын бағанасынан бәрін есептеп қойыпты. Қасықтың басын сындырып, ұшын шүкірлеп, мойнына тығып жіберген. Оның планы бойынша Мирсайын оны көріп тоқтатады деп ойластырған. Ана көмекке ұмтылған. Сол кезде оған ол кенет тап берді де темір төсектің қырына басын бірнеше рет соққан. Сол соққыда болып Мирсайынның миына қан кеткенде сол жерде өліп қалған. Сөйтіп ол үшкір зат және оның кірген жерін ұқсастырып, Болатты Мирсайын өлтіргендей қылып отыр. Осылайша бостандыққа шығып кетпекші. Енді не дейсіңдер? Осы жерде қазір басымызды бәріміз қатырып отырмыз. Бәрін болықтырып жүргенін сол екенін білеміз ғой. Иә, бірақ екеуін бір камераға отырғызған сендер ғой. Кінәсіз Мирсайынның өлімі сендердің мойындарыңда. Камералар бос болмады деп айттым емес пе? Бопты, 48 сағатымыз аяқталды. Істі жабуымыз керек.
Алғашқы кесірткелер динозавр дәуірінде мекен еткен. Олардың нәсілдері бүгінгі күнге дейін тіршілік етеді. Тірі қалу үшін табиғат кесірткелерге барлық қажеттіліктермен қамтамасыз етті. Олар 250 миллион жыл бұрын пайда болып, біздің күндерімізге дейін шығынсыз өмір сүріп келді. Әлемді динозаврлар билеп жатқанда, кесірткелер уақыт жоғалтпай сан алуан жағдайларға бейімделуге үйренді. Аға, енді мен не істеймін? Бол, басқа бара бер. Айттың оларға? Айттым. Онда неге келмей жатыр? Мен қайдан білейін? Дұрыстап айтпайсың ба? Маған не дейсің, айттым ғой. Арсен, қайда кеттің? Мен. Мен. Ол жоқ, басқа мектепке ауысып кеткен. Мен. Мен. Жігіттер, әңгіме бұлай. Әр аптаның аяғында 5000 теңге ақшада маған тапсырасыңдар. Шықпай қалды, болмай қалды деген әңгімелер болмасын. Ондай әңгімелер басталса, біз сендерге басқа мектептер жібереміз. Сендер сол кезде нағыз банкомат боласыңдар. Түсіндіңдер ма? Мен саған қазір ештеңе айта алмаймын. Балалармен ақылдасу керек. Қайда балаларың? Шақырыш балаларын. Қазір ақ шешеміз бұл сұрақ. Мейірімді болу керек, мейірімді. Мына ортаға жауап беретін кім болады? Наны беруді ұмытып жүрмін.
Аслан, бізге кел, біз мұндамыз. Өт мұнда.